Цой Сутековтың, сотталушы Абылдаевтың, оның қорғаушы адвокат Төлешовтың, аудармашылар Шеримкул Өзбекованың қатысуымен өзінің аш сот отырысында бейнесу құралдарын қолданып қылмыстық істі қарады. Ол бойынша Жуманов Марат Малибаевич 16 мамыр 1965 жылы Сайрам ауданында туылған, Қазақстан Республикасының азаматы, ұлты қазақ, білімі жоғары, отбасылы, 3 баласы бар. Шымкент қаласының тұрғын үй инспекциясының басшысы, бұрын сотты болмаған. Шымкент қаласы Байтыренов көшесі 35 үй, 3-ші пәтер тұрғыны. Кепіл түрінде тұрғыш жазасы қолданылған. Айыпты актісінің көшірмесін уақытылы алған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 419 бабы 3-ші бөлігі, 28-ші бабы 3-4-ші бөлігі, 420-ші бабы 2-ші бөлігіне көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасаған үшін айыппен сотқа берілген. Абылдаев Геннадий Жанұлы 7-ші желтоқсан 91 жылы Ордабасы ауданында туылған, Қазақстан Республикасының азаматы, ұлты қазақ, білімі орта, отбасылы емес, уақытша жұмыссыз, бұрын сотты болмаған. Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бөржар ауылы, Абылдаев көшесі, 39-ші үй тұрғыны. Кепіл түрінде тұрғыш жазасы қолданылған. Айыпты актісінің көшірмесін уақытылы алған. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 420-ші бабы 2-ші бөлігіне көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін айыппен сотқа берілген. Сот сотталушыларды, жәбірленушілерді тыңдап, куәлерді тыңдап, шағаттарды зерделеп, қылмыстық іс кодексінің баптарын басшылыққа алып, үкім етті. Жуманов Марат Малибаевич, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 419-ші бабы 3-ші бөлігінің 28-ші бабы 3-4-ші бөліктерімен 420-ші бабының 2-ші бөлігімен кінәлі деп танылсын. Оған Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 419-ші бабының 3-ші бөлігімен 3 жылға бас бостандығынан жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 28-ші бабы 3-4-ші бөліктерімен 420-ші бабының 2-ші бөлігімен 5 жылға бас бостандығынан жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 58-ші бабы 3-ші бөлігімен 10 қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазаға сыну арқылы Төккүлікті Жұмановқа 5 жылға бас бостандығынан жазасы тағайындалсын. Жазаны қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелеріне тағайындалсын. Жуманов Марат Малибаевич қолданылған топқа шара өзгертіліп, сот залынан күзетпен ұстауға алынып, итші 167 өңір мемлекеттік мекемесіне жеткізілсін. Жуманов Марат Малибаевичтің жазаны өтеу мерзімі 10 желтоқсан 2018 жылдан бастап есептелсін. Үкім заңның күшіне енген соң кепіл ретінде алынған Жуманова Клара Малибаевнаның меншігіндегі мемлекеттік белгісі 385 аса 10 саны 2009 жылы шығарылған Subaru Forester автокөлігі кепілден босатылсын. Абылдаев Сүйін Жанұлы, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 420-ші бабы 2-ші бөлігімен кінәлі деп танылсын. Оған осы бап бойынша 5 жылға бас бостандығынан жазасы тағайындалсын. Жазаны қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу тағайындалсын. Абылдаев қолданылған бұлтартпау шарасы өзгертіліп, сот залының күзетпен ұстауға алынып, итші 167 өңір мекемесіне жеткізілсін. Абылдаевтың жазаны өтеу мерзімі 10 желтоқсан 2018 жылдан бастап есептелсін. Абылдаевтың 5-17 жылдан 20-17 жыл аралығында қамауда болған уақытысы жазаға қоса есептелсін. Үкім заңның күшіне енген соң кепіл ретінде алынған Абилдаев Ердәулет Астаматовичтің меншігіндегі 408 СТА-13 саны 2012 жылғы ВАЗ 21-14-40 автокөлігі және Абылдаев Адилжан Астаматовичтің меншігіндегі мемлекеттік белгісі 604-13 санды 2001 жылғы ВАЗ 21-09 автокөлігі кепілден босатылсын. Жуманов Марат Малибаевич мемлекеттің пайдасына 60.176 теңге 21 тиын сот шығындары өндірілсін. Абылдаев Сүйін Адылжанұлына мемлекеттің пайдасына 18.689 теңге 14 тиын сот шығындары өндірілсін. Айғазаттар, жасырын тергеу әрекет нәтижесінде алынған аудиожазба 3 дана DVD дискісі, Абылдаевтың Сүйінқұловтың дауыс үлгілері 2 дана DVD дискісі, Жумановтың ақша аударған жөнінде түбіртектер мен үзінділер, ұялы телефон операторларынан алынған телефон сөйлесулері туралы мәліметтер болған 3 дана DVD дискі, Әл-Фараби аудандық сотында болған 3 тамыз 17 жылғы сот процесінің аудио-бейне жазбасы жазылған 1 дана DVD дискі, жәбірленуші Сөйтбергенова өз еркімен берген Жумановтың, Андасовтың, Ақбаевтың, Өксікбаевтың телефон сөйлесуінің аудиожазбасы жазылған 2 дана дискі,
қылмыстық іспен бірге сақталсын. Үкімге жарияланған күннен бастап атырқалғандар Жұманов пен Абылдаев үкім көшірмесін алған күннен бастап 15 тәулік ішінде Шымкент қаласының сотына, Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық соты арқылы шағым жасауға немесе прокурор өтініш хат келтіруге құқылы. Үкім кеңес бөлмесіне жазылды.